Достар, баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Өткенде біз әдеттегідей әншілікке тойға заказ алдық. Ақсукен деген жерде Даймонд тойханасы. Ол тойға арнайы, жаңағы үйлену тойға вальс жаздырдық біз. Именно сол тойға бола жаздырдық та, өйткені попросить етті той иелері. Сөйтіп вальс болайын деп жатыр. Біз музыкантқа флешканы бердік. Біз қазір вальс айтамыз десе, музыкант қош, айтпай қойыңдаршы дейді да, мен енді ойнап жатқан шығар. Ойнамаңыз, шаға қоя салыңызшы десем, мен ойнап тұрған жоқпын, айтпай қойыңдар сендер дейді. Сосын мен бүйттім да, көке дедім, сіз музыкантсыз ба? Иә. Сіздің қызметіңіз не? Музыканы қою. Енді қойсаңызшы музыканы. Қарындас, жай сөйлесеңізші, бір бәле, шір бәле, тамадаға айтып қойыңыз, сіздер жібере ма, қазір жібермей ма дейді. Музыканттар, тойханада отыратын музыкант кісілер, наглет етуді қою керек. Барлығымыз қызметтеміз, барлығымыз тойдамыз. Ән шығып бізді жалдады ма, біздің музыкамызды қоюға сіздің тікелей обязанность, міндетіңіз. Музыканы қойып, күшті без паузы жіберіп отыру сіздің міндетіңіз. Так что тағы да айтам, музыканттар, наглет етпеңіздер. Олай болмайды, адамгершілікке жатпайды. Ертай болады.